Маңғыстауда биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 3 мәдениет үйінің құрылысы басталды. Олар Мұнайлы ауданының Батыр, Атамекен ауылы және Жаңаөзен қаласына қарасты Рахат ауылында бой көтеруде. Бұл аймақтағы мәдени инфрақұрылымды дамыту мен халықтың рухани қажеттілігін өтеуге бағытталған кешенді жұмыстардың бірі. Сондай-ақ өңірдегі 15 мәдениет нысанын жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 2 мәдениет нысанының құрылысы, яғни Мұнайлы ауданында Батыр ауылында және Жаңаөзен қаласының Рахат ауылындағы мәдениет үйі мен кітапханасы құрылысы басталды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржы бөлу үшін республикалық бюджетке өтінім берілді. Сондай-ақ биылғы жылы Бейнеу ауылынан осы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша аудандық орталық кітапхананың құрылысын аяқтап, жыл соңына дейін тапсыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Маңғыстау ауданының Үштаған, Қызан, Тұщықұдық, Оңды, Шайыр ауылдарындағы және Бейнеу ауданының Боранқұл ауылындағы мәдениет үйлеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Жалпы жыл басынан бері облыс көлемінде 4699 мәдени бұқаралық іс-шара ұйымдастырылған. Бүгінде мемлекеттік шығармашылық тапсырыс аясында өңірдегі 4-17 жас аралығындағы 13714 бала 555 шығармашылық үйірмеде тегін білім алуда. Айман Нұрмағамбет, Әділхан Зайнединов, Каспия Ньюс, Ақтаудан.